Бірде бір екі дос көшеде серуендеп келе жатқан. Бірде өтіп бара жатып олар ұзын ағаштың жанынан бір ескі қалпақты байқайды. Ол қалпақ өте ескі еді. Және де түрі де әдемі еді. Жанындағы досы алғанда бірі күліп жібереді. Ескі құсқыны жемейсің ба дейді. Ал бірақ жанындағы оны алады. Және де түнде кітап оқып жатқанда бір түрлі нәрселер байқалды. Қалпақ тыныш болды. Бірде ұйықтап жатқанында қалпақтың ішінен бір қозғалған дауыстар естілді. Қалпақ қайта тықырлап жатты. Ол тықырлап жатты. Бірде ол қозғалды. Ол сөйтіп секіре бастады. Ал әлгі бала қатты ұрғады. Бірде ол қалпақтан бір аяқ шықты. Ол аяқ тура адамның аяғы екен. Және де оның желкенішті қолдары мен кеудесі, сосын басы да көріне бастады. Ол әлгі балаға қарай көп берді. Әлгі бала қатты қорқып тұрды, қатты айғайлады. Ол оны қолын созып бір нәрсе істемек болды. Оның қолдары өте қорқынышты, тырнақтары өсіп кеткен. Бала қатты айғайлады. Бірде бөлмесінен досы кіріп келді. Ей, не болды? Не айғайладың? Не болып жатыр? Қалпақ, онда бір нәрсе бар. Не болды? Не айттың? Қалпақ, қандай не қалай бар? Сен жұмысың ба? Кәне мен сенің басыңа жатайын. Жоқ, шын айтам, қалпақта бір нәрсе бар. Ой, қош, не болып жүр қалпақты? Ешнәрсе жоқ, қалпақ қой. Қане мен әкелші, басыма дейін жатайын. Шын айттым, қалпақта бір нәрсе бар. Мен қазір ғана көрдім. Ой, қойшы, кел ұйықтайық онда. Келесі ғана ұйқыдан тұрғанда сағат 9 екен. Ол сөйтіп досына сөйлейді. Бірақ оны естімейді. Досының даусы бір түрлі қырылдап жатты. Сөйтіп қалпақты аңдап алғанда досының түрі өте қорқынышты екен. Көздері бақырайған, тістері үшкірленген, аузы үлкен. Бір тесігі қорқынышты шалға ұқсайды. Бала қатты қорқып, одан әрі қашады. Ол сөйтіп желкенсіз қолдарын барып өзінің киімін болады. Сосын басына бас киімді киеді. Ол қалпақпен әркімнің денесін алатын құбыжық екен.